Біраз әкімдерді, барлық басшыларды қабылдап, осы дін саласына қатысты да ерекше назар аударды. Жалпы президенттің тапсырмасы қазіргі таңда қай бағытта, қалай орындалуы керек? Бәлкім, мысалы, енді сіз заманауи жаңағы имам деп жатады ғой, осы әлеуметтік желімен жақсылап, кішкене көбірек түсіндіру керек шығар. Мен өте риза болдым кешегі президентіміздің айтқанына, бірақ бұл жерде бір алтын жіп бар. Сол жіпті қатты тартып үзіп алмау керек. Біздің халық өзі қатты әсіре діншілдікке кетіп, барлығы бірыңғай намаз оқып, немесе барлығы исламизацияға өтіп кетпеу керек. Мәселе осы да. Бұл жерде президентіміз айтты деп, бірыңғай бәрін намазға жығып, мешітте уағыз айтып кетпеу керек те барлығы. Бұл әсіре діншілдік емес. Яғни барлығы жерде бәріміз намаз оқып, мемлекеттің тірлігі қалып, үкімет елдің тірлігі қалып қалмау керек. Мәселе осыған келіп тұр. Енді бір өкініштісі, білмеймін енді, намаздың әрбір адамға парыз екенін білмей ме, қалай айтып жатқан кейбіреулер, діни қызметте жүрген кейбір адамдар, халық бірыңғай намаз оқып кетпеу керек деген осындай нәрсені айтып жатыр. Алла тағала әрбір адамға намаз міндетті деп жатыр. Намаз фард айн, яғни әрбір адамға жеке-жеке міндетті. Бізде білесіздер, фард айн, фард кифая деген бар. Фард айн дегеніміз әрбір адамға жеке-жеке міндетті болған құлшылық. Фард кифая деген бір топ мұсылмандар орындайтын болса, қалғандардың мойнынан түседі. Мысалы, біреу қайтыс болды, жаназасын шығару керек. Мұсылмандардың бәрі тастап қоятын болса, бәрі күнәһар болады. Бірақ арасынан бір топ шығып, арулап, жуып, жаназасын оқып жерлейтін болса, қалғандардың мойнынан түседі ол міндет. Оны фард кифая дейді. Ал намаз болса фард айн. Яғни әрбір адамға жеке-жеке парыз. Әрбір адам жеке-жеке намаз оқуы керек. Ал енді қазір қияметтің белгісі шығар болды. Біреулер шығып, халық бірыңғай намаз оқып кетпеу керек дейді. Қалай Құдай саған намаз оқы деп тұр, әрбір адам намаз оқу керек деп тұр, сен болсаң бірыңғай намаз оқып кетпеу керек дейсің. Алла сақтасын. Ассалаумалейкум бауырлар. Бүгін анау TikTok'тағы Нұрлан имамның журналистке берген сұхбатын естіп, жағам ұстадым. Алла сақтасын. Бәріміз намазхан болып кетпеуіміз керек, исламизация болып кетпеуіміз керек деп. Бұл Алла сақтасын, бұл үлкен қауіпті сөз. Сонда бұл сөз тәңіршілдердің сөзінен ешқандай айырмашылық жоқ. Тәңіршілдер не дейді? Дін бар жерде ғылым дамымайды дейді. Дәл сол сөзді қайталап отыр бұл кісі. Алла сақтасын. Ал енді Құранның бірінші аяты, білесіздер, ол оқы деп түскен. Тағы бір аятта айтады Аллах тағала сендердің іштеріңде иман келтіргендеріңменен іштеріңде білімді озат болғандардың, яғни ғалымдардың дәрежесін көтеріп қояды дейді. Сондықтан бұл ислам діні, ғылым діні. Рамазан Аль-Бутидің айтқан сөзі бар. Біз көптеген елден артта қалдық, артта қалуымыздың себебі исламнан артта қалдық дейді. Міне, сондықтан дінді дұрыс ұстай алмағандығымыз себепті біз артта қалып жатырмыз. Сол дінді ұстай алмағандығымыз себепті біз дамымай жатырмыз. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, дінде шектен шығу бар, дінді бекем ұстану бар. Дінде шектен шығу кім десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманда пайғамбарымызға 3 сахаба келеді. Ей Алланың елшісі, мен өмір бойы үйленбеймін дейді, біреу айтады. Екіншісі айтады, өмір бойы ораза ұстаймын дейді. Үшіншісі айтады, мен өмір бойы тахажжуд намазын оқып өтемін дейді. Түнгі намаз, парыз болмаған түнгі намаз бол, тахажжуд намаз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үшеуін де қайтарады. Ей пайғамбар бола тұра, дінді мен біле тұра, сендерге үйрете тұра, мен үйленем көбейемін. Сен үйлен деді. Екіншісіне айтты, мен пайғамбар бола тұра, менің аузым кейде ашық болады, кейде аузым жабық болады деп, ол сахабаны да тыйды. Екеуі тыйылды. Үшінші айтты, ей Алланың елшісі, мен осы тахажжуд намазын өзіме міндеттеп алам деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, шамаң жетпей қалады деді. Сонда жаңағы сахаба қартайған кезде өкінген екен. Тахажжудқа тұра алмай қалған кезде пайғамбарға берген уәдемнен тайдым деп. Қараңыз, дінде шектен шығу деген осы нәрсені айтады. Ал дініне бекем болу, намазға бекем болу, тақуалық қылу, ол тек қана Құдай тағалаға жақындатып, сені әулие қылатын амалдардан болып есептелінеді. Алла сақтасын. Сондықтан да айтайын деген не нәрсе? Біз Қазақстан намазхандардың саны 50% емес, 3% ғана. 3% ғана. Ал енді соның ішінде орамал тартатын қарындасымыз ол ауадағы шаң секілді көрінбейді. Қаншама қыздарымыз орамалменен мектепке, университеттерге, колледждерге кіре алмай жылап жүр. Оның
заңы қашан қорғалады десе, зайырлы мемлекетте олардың да саны көп болып, олардың да талабы көп болған кезде қорғалады екен. Ал сіз келіп, намазхандар көп болып кетсе, исламилизация болып кететін болса, еліміз дамымай қалады деген сөзді уәжді айтып жатсыз. Онда сол қарындастарымыз жылаған күйі жылайып жүре береді деген сөз. Алла сақтасын. Сондықтан да бұл ислам діні кез келген фигураны жасап алатын балшық емес. Ислам діні кез келген фигураны жасап алатын бұл пластилин емес. Екінші, заманауи молда деп жатыр ғой жаңа журналист. Заманауи молда деген сөздің өзі қателік. Аллах тағала кез келген заманға бұл ислам дінін қолайлы қылып жіберген сізбенен бізге. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, сізбенен біз мұсылмандар өзіміздің білімді екендігіміз көрсетуіміз керекпіз. Және намазхандардың санының көп болуына үлесімізді қосуымыз керек. Уағыздарымызды, насихаттарымызды ешқашан бір-бірімізден үзбеуіміз керек. Сол кезде ғана егеменді еліміздің еңсесі иманмен, исламмен, білімменен биік болады. Ал басқа жолды мен көріп тұрған жоқпын. Алла сақтасын. Нұреке, бұндай өрескел қателік бұл күпірге жақын емес, бірақ күпірден де алыс емес. Алла сақтасын. Сондықтан сақ болыңыз өз-өзіңізге. Дұрыс, Алланың алдында күнәһар болып қалмаңыз. Дін мәселесі және әсіре діншілдік мәселесі. Жақында бір кісінің интернетте сұхбаты шықты. Дінді қалай қылып жаю туралы. Ол кісі, дінді жұмсақтықпен көрсеткісі келді барынша, бірақ дұрыс түсіндіре алмағандай. Әсіре діншілдікті діндар адам түсіндіре алмауы, ол кісінің оны дұрыс түсінбеуі, немесе бір қулық қылмақшы ма, білмедім. Өйткені неге олай қаттайтым десеңіз, біліңіз. Әсіре діншілдік деген нәрсенің түсінігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынымен әсіре діншілдіктен, ғулу фиддин, дінде шұқыр кіріп кетуден қиған. Құран-ы Кәримде де «Я әхләл китаби ла тағлу фи диникум» деген аят бар. Уа кітап егелері, өз діндеріңде шұқыр кірмеңдер деген сөз бар. Бұл аят өзге кітап егелеріне аталғанменен біздің дінімізде де қолданылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мысалы қиямет күні, қияметке жақын хауариж деген тайпа шығатынын айтып кетті. Сөйтіп былай дейді: олардың оқыған Құраны тамағынан арғарай өтпейді дейді. Және де олардың намаздары соншалықты мықты, сендердің намаздар, сахабалардың намазын айтып жатыр. Сендердің намаздарың олардың жанында дым көрінбей қалады дейді. Былай қарасаң намазы сұмдықта, бірақ оқыған Құраны тамағынан арғарай өтпейді. Бұл нені білдіреді? Бұл әсіре діншілдік деген осыны білдіреді. Оның сипаттары, оның себептерін түсіндіргім келеді. Біріншіден, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көбінесе оларды жастар деп суреттеді. Сахих Бұхариде келеді бұл. Жас адамдар көбінесе дейді. Дінді қатты ұстаймын дейді де, өзінің арғырай нәпсісі көтер алмай, діннен садақтың жайындай, оғындай зу етіп, ұшып шығады деп айтады. Айтқым келген мәселе, бұл адамдар келді. Және де біздің 21-ші ғасырдың хауариждері деген адамдар да бар. Дінді әсіре ұстаушылар бар. Қатты ұстағаны сонша, өзі оған шыдай алмайды. Өзі менен сөзі бөлек болады. Міне әсіре діншілдік деген сол. Әсіре діншілдіктің белгілері бірінші орында осы хадистерден, Құран аяттарынан келтіре бере, ғалымдарымыз айтады, надандық дейді. Дінді дұрыс түсінбеу. Сол үшін болса керек, қазіргідегі осы президентіміз әсем бір сөз айтты жақында ғана. Біз өзіміздің дінімізді жастарға дұрыс түсіндіруіміз керек деді. Егер дінді дұрыс түсінбесеңіз, надан болсаңыз, сіз әсіре діншілдікке кетесіз. Әсіре діншілдік нелерді пайда қылады? Біріншіден, Аллаға серік қосуға, неше түрлі бидғат, неше түрлі жаңа нәрселерді пайда қылуға, тіпті дінді қисық-қисық ұстауға алып барады. Солардың біреуі
Мысалы, Алла тағаланы зат сияқты көру, Алланың қолы бар, аяғы бар деп зат сияқты көріп кетуі әсіре діншілдікке алып барады, буквализм. Солардың біреуі мазхаб ұстанбай ғалымдарымызды жоққа шығарып, халықты сауатсыз қылу. Айтады, Құран тұр, пайғамбардың хадисі тұр, одан басқа саған еш нәрсе керек жоқ дейді. Ғалымдар деген онда не қажеті бар деп ойлайды. Осы арқылы қарапайым халықты надан қылып, ғылым білімнен жоқ қылып, жұрдай қылып, шала сауат қылып, дінге шұқыр әсіре діншілдікке алып баруын айтады. Сондықтан мазхаб ұстанбау, Аллаға мекен беру, немесе қол, аяқ, зат сияқты қарау әсіре діншілдіктен. Тағы бір нәрсе, құрметті жақсылар, әсіре діншілдік дегеніміз діннің шұқыр кетуі деген сөз. Бұл адам дінді тек қана агностиктар сияқты дін бөлек, соншалықты керек дегенде дін адамдікі бөлек, ал мына тіршілігіміз бөлек деп екіге бөліп тастаудан да келеді. Ол дінді түсінбей надандыққа кетуі. Осыған ұқсайтын кейбір адамдар нео-исламизм деп атаймыз, жаңа исламшыл немесе батыс исламын насихаттамақшы кейбір бауырларымыз. Батыс исламы деп неге айтамын? Яғни ол көп өздеріңіз интернет желілерінде байқап жүрген шығарсыздар. Басына әсем қылып орамалын тағады да, Құдай сақтасын, боянып алады. Немесе сол түріменен, мысалы, әдемі қылып тақия киіп сақалын қояды да, түнгі клубтарға барып жүреді. Өзі барып, жаңағыдай умраға, қажылыққа барып келеді да, арақ шарабға дастарханда отыра береді. Міне осының барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Я әхләл китаби ла тағлу фи диникум» деген аяттағы түсіндіргендегі мағыналарға келеді. Себебі дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. О кісінің сөзі, яхуди дінін ұстанған адамдар сияқты болмаңдар дейді. Не жағынан десе, ол кісілер Бани Исраил қауымы кезінде адамдарға уағыз насихат қылады екен, халайық, мына нәрсені істемеңдер дейді екен да, кешке жақын сол істелініп жатқан, күнә істелініп жатқан жерде өзі отырады дейді. Яғни арақ ішпе дейді да, өз арақтың дастарханында үндемей отырады. Бұл әсіре діншілдік, діни азғындық. Араларымызда, не бір мықты имамдарымыз әзілменен, көркем, әсем сөздермен жеткізіп жатыр. Алла тағала қабыл етсін ол кісілердің жасап жатқан еңбегін. Бірақ біліңіздер, әсіре діншілдік деген нүктені біз кейде қате қолданамыз. Соның себебінен өзіміздің бабаларымыздың қалдырған мирас қойған ислам дінінен теріс бұрылғымыз келетін сияқты көрінеді. Бұл қазіргі исламофобияға алып бармауы керек. Біздің дініміз өркениетті қолдайтын, өркениетке көп себеп болған діндердің бірі. Біздің дініміз ешқашан ғылымменен күрескен емес, тарихымызда жоқ ондай нәрсе. Біз Коперникті өлтірген жоқпыз, біз Галилейді өлтірген жоқпыз, біз бомағыр нәрселерге қарсы шыққан емеспіз. Бәлки ең бірінші карта, ең бірінші медициналық нақты дәлелдер, ең бірінші технологиялық үлкен ғылым, білім, тілдері, бұның барлығы математикалық үлкен мықты тұжырымдар, осыған ұқсас ғылыми жаңалықтардың барлығы дерлігі біздің бабаларымыздан шықты. Бируни сияқты, Әл-Фараби сияқты, басқа да Ибн Халдун сияқты үлкен ғалымдардың артынан ерген халықпыз. Бұлардың барлығы ғылым білімді көтеріп, бұлардың барлығы өркениетті ғылыми дамуды көтеріп өскен халық. Біздің дініміз осы нәрсені дұрыс деп біледі. Ендеше сіз діндарсыз ба, намазхансыз ба, онда сізден міндетті түрде өркениет көріну керек. Егер сізден өркениет көрінбесе, онда сіз дінді дұрыс ұстай алмағаныңыз. Міне, осылай деп дұрыс түсінген жақсы. Ислам дінін өзге дінменен салыстырмаңыз. Әр нәрсенің өзінің мәні,
мағынасы, философиясы бар. Құрметті жақсылар, қорытып айтатыным, алдымыздағы күндеріміз сәтті өтсін десеңіз, алға қойған мақсатқа жеткім келеді десеңіз, біліңіз, алға тұтатын, үлгі тұтатын адамдардың етегінен ұстауыңыз міндет болды.